Ұстаз, жаратылысынан өзіне айтылғанның бәрін жете түсінген, білген, көрген, естіген және аңғарған нәрселерінің барлығын жадында жақсы ұстайтын, жақындарына да, жат адамдарына да әділ, жұрттың бәріне ізгілік пен жақсылық көрсетіп, қорқыныш және жасқану дегенді білмейтін батыл, ержүрек жандар деп Әл-Фараби атамыз айтқан екен. Ұстаз таудан арқырай аққан тау өзені секілді, жолындағылардың барлығын суымен нәрлендіріп, айналасына қуат беріп, таудай қиындықтарды тастай домалатып, білімнің сардаласына келіп, тыныштық тауып дамылдайды. Ұстаз жер бетін көркейткен, шәкірттеріне шуағын шашқан күн ана. Ұстаздық қасиетті мамандықтар ішіндегі ең жауһары. Заводта болсаң күнбе-күн көрінер еді табысың, дәрігер болсаң түрлемін сырқаулы жанның бағышын. Ал сенің еңбек жемісің, өзгеше тіпті басқадан, ол өзін арнап ел үшін осыны жүрген жақсы адам. Санжастың қамын шертесін, тағдырын ойлап толғанып, әр үйдің бір-бір еркесін, үйреттің өзін қолға алып. Ұстасы жанда сөнбек күн, шәкіртсіз өмір сусыз жер. Көрінбес ғажап еңбектің бейнетін кешіп жүрсіздер. Жүректе тұрар жалқының, жанымнан жалын жігер күт. Ұстазым, сенің әр күнің, әр сәтің тұрған бір ерлік. Ұстаздар, қандай ғажап халықсыздар, шәкіртке шындай биік алыпсыздар. Жан біткен жанарына нұр сыйлаған, күндей боп күлімдеген жарықсыздар. Ұстазымның пейілі дархан шіркін, мейірімін әрқашанда аямаған. Ардақты аяулыда ұстаздарым, құтты болсын бүгінгі мейрамдарым. Мен үшін шәкірт жас ұлан, көзімнің ағы қарасы, үйретсем деймін ұрпаққа саналы сөздің сарасын. Төлтілін еміп арды өскен елінің ойлар парасын, жеткізсем деймін биікке қазақтың қара баласын деген әнұранды ту еткен ұстаздарымыздың әр сәті ерлік, әр сөзі мұра, әр ісі өнеге. Құрметті де қадірлі тұлға ұстаздар, келіп жеткен мерейлі мереке, думанды күн, сіздерге деген үлкен құрметтің көрінісі, кәсіби мерекелеріңіз құтты болсын. Сіздер жас ұрпақтың санасына сынала енгізетін тәлім-тәрбие, үлгі өнеге өлшеусіз. Сіздер жастардың болашағын айқындайсыздар. Бүгін еккен дәндеріңіз ертеңгі жеңісті, жемісті күннің кепілі. Сіздер азаматтарды ғана емес, бүкіл болашақ қоғамды қалыптастырасыздар. Жас ұландарды тәрбиелей отырып, бүтін бір ұлттың болмысын бағдарлайсыздар. Себебі ертеңгі мемлекеттің болмысы ұстаздың бүгінгі тәлімінде. Ендеше ұрпақ тәрбиелеу жолындағы толымды еңбектеріңізге шын пейілмен алғыс айта отырып, ұстаздар күні мерекесімен тағы бір мәрте құттықтаймыз. Қажырлы қайрат, шалқар шабыт, шығармашылық шыңдар тілейміз. Отбасыңыз аман, деніңіз сау болсын. Әр күндеріңіз жеңісті, еңбектеріңіз жемісті бола бергей. Шәкірт алғысына бөленіп жүре беріңіздер. Себебі ұстаз үшін ең биік марапат осы болар.